Сәлем балақай, Зерек бала каналына қош келдің. Бүгін біз сенімен бірге «Кір қоймас» деген өлеңді бірге түсініп оқимыз. Етігім де, шалбар да, бәрі кетіп қалған ба? Қарным ашып барады, қайда әлгі тамағы? Нан да маған қарамай, қашып жатыр жағалай. Шөлдеп кетіп тегімен, самаурынға келіп ем, ұстатпауға бекініп, ол да кетті секіріп. Бұл не сонда, мәні не? Не боп қалды бәріне? Үйге қарай сыттым кеп, енді мен де біттім деп. Қол жуғышқа тығылдым, айғыздарын мұрынның, сияларын бетімнің, сабынменен кетірдім. Аямадым сабынды, барлық кірім арылды. Жүрем сатпақ боп. Сезбей қалдым шалбарым жаныма кеп қалғанын. Самса жетті сосын кеп, жеші мені досым деп. Көріп аппақ түрімді, нан аузыма тығылды. Кітабым да күлімдеп, дәптерлер де біртіндеп. Келіп жатыр жүгіре, қарап аппақ түріме. Кітаптарым қуанып, билеп те жүр бұралып. Шомыламын күнде мен, тамаша екен бұл деген. Балақайлар бәрінде дос болыңдар суменен. Жарайсың балақай, сен бүгін «Кір қоймас» деген өлеңді түсініп оқыдың. Балақай, саған менімен бірге оқыған ұнаса, каналымызға тіркел. Келесі видеода көріскенше.